Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін Теміртау қаламыздың Ғазиза Жұбанова атындағы өнер мектебінің домбыра аспабының мұғалімі Бекова Дариға Төкенқызымен сұхбаттасамыз. Дариға апай осы мектепте көп жылдар бойы еңбек етіп келеді. Дариға апайдың көп оқушылары облыстық, республикалық, халықаралық сайыстардан бас жүлделі орындарға ие болып отыр. Дариға апай, шығармашылық жолыңыз қалай басталды? Менің шығармашылық жолым өзімнің туып өскен жерім, ауылым, Қарқаралы ауданы, Тоқтар Аубакиров ауылы, Тегісшілдік орта мектебінің ән күй пәнінің мұғалімі болып бастадым. Ол 1985 жылы. Сіздің педагогика саласына және балалармен жұмыс жасауыңызға не түрткі болды? Енді мен өзім бала кезімнен әнді өте қатты ұнататынмын. Бірде мектептен келсем, үлкен әкем, менің атам, кеудесіне мына домбырасын салып, шертіп өлең айтып жатыр екен. Менің қолыма ұстаған бірінші аспабым осы. Содан қатты ұнатып қалдым, тыңдап қалдым. Ол кезде мен бір оқитынмын. Кейін өзімнің анашым домбыра тартып, жұлдызым деген әнді айтып отырғанын естідім. Сосын анам айтты маған, осы домбыра ұнайды, өлең айтқан ұнайды, домбыра шерткен ұнайды деп. Сол кезде анам бір-екі аккордты көрсетіп, ол кезде енді музыка мектебі жоқ, музыка кружоктары жоқ, теледидар да жоқ, біз ауылды жерде тұрдық. Өз күшіммен үйрендім домбыраны. Радио тыңдайтынбыз, сол ұнаған әуендерді домбыраға салып алып, өз бетімше үйрендім. Енді 1982 жылы мен оқу бітіргеннен кейін, мектеп іргесін бітіргеннен кейін, осы Қарағанды қаласы Тәттімбет атындағы ол кезде училище келіп оқуға түстім. Қазақ аспаптар бөлімінде домбыра классында толық болды, орын болмағандықтан мен дирижерлік бөлімге оқуға түстім. Содан бір жыл оқып, бірінші курсты бітіргеннен кейін, осы Теміртау қаласының музыка училищесінің қазақ аспаптар бөлімінің домбыра классына келіп оқуға түстім. 1985 жылы оқуды бітірдім, жұмысқа кірдім. 2005 жылы Астана қаламыз, Нұрсұлтан қаласының Гумилев атындағы гуманитарлық университетін бітірдім, музыка бөлімін. Мені содан бері еңбек етіп келе жатқаныма 40 жылдай болып қалды. Сіздің жақсы көретін, жақсы оқушыларыңыз бар ма? Сүйікті оқушыңыз? Енді балалардың бәрі бірдей ғой. Мен домбыраны жақсы ойнайды, жаман ойнайды деп мен балаларды бөлмеймін. Менің алдыма қойған мақсатым маған келіп түскен балаларға жақсы тәрбие беріп, қазақтың қара домбырасын жақсы меңгертіп ойнатып жіберу. Енді мынау Ғазиза Жұбанова мектебінде біз тек домбыра үйретіп қана қоймаймыз. Балаға біз адамгершілікті, сүйіспеншілікті, өзінің жерін, тілін, дәстүрін, отанын сүю, өз қабілетіне, күшіне сенуді үйретеміз. Және бала мынау жаттаған шығармасын, күйін сахнаға шығарып ойнаған кезде баланың мысалы қалай киініп, өз-өзін сахнада қалай ұстау керек бала. Сол шығарманы, күйді бар сөйлеммен, бар нәрімен, әдемілігімен, сезіммен тыңдаушыға жеткізе білу. Баланың өз бетінше жұмыс жасау. Ол да үлкен тәрбие, өз уақытын дұрыс қолдана білу. Баланың музыкаға деген ынтасын да арттыру. Және осы өнер арқылы баланың творчестволық қабілетін дамыту.
фантазиясын дамыту. Енді сол менің мақсатым осы балаларға этика эстетикалық тәрбие беріп, мәдениетті қылып шығару және аспапты жақсы ойнатып үйретіп шығару. Сіз педагогикалық жолында басына тұрған мұғалімдерге, енді бастап келе жатқан педагогтарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең алдымен шыдамдылық тілеймін. Шыдамдылық, әрине денсаулық та керек. Екіншіден, мына бір орында отырып қалмай, өзінің сорпасына сапырылса бермей, оқудан, ізденуден, өзін өзі жаңартудан талмауды тілеймін. Неғұрлым мұғалім баланың алдында бір 2-3 адым алға жүру керек деп есептеймін өзім. Сондықтан өзін өзі мұғалім жаңартып отыру керек. Мынау заманға сәйкес жүру керек деп ойлаймын. Соны тілеймін жас мамандарға. Жақсы. Өскелең ұрпаққа сіздің тілегіңізді айтсаңыз. Мен өз жеріме, өз еліме, халқыма, ата-аналарыма, оқушыларыма, мынау мектебімнің коллективіма, өзімнің ұжымыма, достарыма, туған туыстарыма, бүкіл қазақ еліне тілейтінім ең басты денсаулық. Екіншіден, әлемде әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Сондықтан осы қазақ еліміздің аспаны ашық болсын деймін, іргесі мықты болсын. Және өз отанын сүйетін, тілін, дәстүрін сүйетін, білімді, ақылды, саналы жастар тілеймін. Әрқашанда еліміз көркейіп, гүлденіп, жақсы биіктерден көріне берсін. Бейбітшілік тілеймін еліме. Дариға апай, сізге көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Творчестволық табыс тілеймін. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Сау болыңыздар.